Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге дәл осындай дәмі ерекше нан жасайтын боламыз. Үй температурасындағы суымызға тұзымызды салып, араластыра отырып, ашытқымызды қосамыз. Қызылшамызды суға пісіріп алып, блендердан өткіземіз. Қызылшамызды сұйық қоспамызға қосып араластырамыз. Грек жаңғағын қоса отырып, ұнымызды қосып илейміз. Бетін пищевой пленкамен жауып, 20-25 минут қойып қоямыз. Көтерілген нанымыздың формасы бірдей болу үшін таразыға өлшеп аламыз. Нанның көлемін үлкен қып жасасаңыздар да болады. Нанымызды осылай қолмен баса отырып формасына келтіріп аламыз. Пышақпен кессеңіздер де болады бетін. Өздеріңізге ұнаған формада жасай берсеңіздер болады. Нанымызды 30 минутқа бетін жауып қойып, духовкада 180 градуста 40 минутта пісіріп аламыз. Нанымыз өте ерекше, дәмді болып шығады, жасап көріңіздер.